1934 жылы іргетасы қаланған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті бүгінде еліміздің ұлттық символына айналып отыр. Жыл сайын мыңдаған маман даярлайтын бұл университетте тек қана қазақ балалары емес, сондай-ақ шетел азаматтарына да білім алуға жақсы мүмкіндік жасалған. Жалпы бұл университетте бүгінде 30 мыңнан астам студент білім алуда. Студенттерге қандай жағдай жасалған, білім беру бағдарламасы қалай жүзеге асырылады? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын бүгінгі репортажымызда білетін боламыз. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті еліміздегі алтын қатарлы оқу орны болып табылады. Мынау соңғы жылдары бізде ғалымдардың жұмыстары күрт өсті. 400-ге жуық ғылыми жоба орындалуда. Қазір бірнеше министрлікпен және Алматы әкімдігімен жалпы бірге жұмыс істеп жатырмыз. Ол жердегі ғылыми, қаладағы ғылыми мәселелер, қаладағы экономикалық, қоғамдық, экологиялық мәселелерді ғылым төңірегінде қарастырып, аналитика беріп, соның ұсыныстар беріп, яғни ғылыми шешімдерін ұсынуды қарастырып жатырмыз. Мәселен, ауаның ластануы, судың ластануы, қазіргі сейсмологиялық мәселелер Алматының төңірегінде осы бағытта, және де басқа да химия, биотехнология бағыттарында біраз біздің ұсыныстарымыз болды. Және де осы ұсыныстардың негізінде қазір Алматы қаласы ғылыми жобаларға конкурс жариялап отыр. Оған да біздің бірнеше ғалымдар қатысады. Яғни қазіргі біздің мемлекет басшылығы қойып отқан негізгі мақсат мынау экономиканы дамыту үшін ғылымды пайдалану. Осы принципте қазір ғалымдар көптеген жетістікке жетті десе болады. Халықаралық аренадағы беделіміздің айқын дәлелі, беделді QS World University Ranking жаһандық рейтингінде университетіміз 166 орында келтіріледі. Бұл отандық білім беру жүйесінің үлкен жеңісі. Енді біздің қызметіміз тек ел ішімен шектелмейді. Қазіргі таңда біздің университетімізде 3 филиалы бар шетелде. Ол Стамбул қаласында, Бішкек және Омбы қалаларында. Біздің университетімізде 2 шетелдік университеттің филиалдары бар. Ол Мәскеудің МИФИ ядролық институтының филиалы және де Солтүстік батыс политехникалық университет Қытай мемлекетінің ең бір үздік университеттерінің бірі біздің университетіміздің базасында тұр. Университетте 700-ден аса бізде әлемдік университеттер, институттармен келісім шарттарымыз бар. 1000-ға жуық біздің студенттер, ғалымдар сыртқа тағылымдамаға немесе әртүрлі конференцияларға шығып, өзінің білім, ғылым алмасу жұмыстар жүргізіледі. My name is Nur Muhammad. I'm from Afghanistan. Және мұнда компьютерлік ғылымдар саласында бакалавр дәрежесін алу үшін оқуға түстім. Қазір біз 2-ші семестрдеміз, 1-ші курстың 2-ші семестрі. Қазақстанда жүргенімізге шамамен 4 ай болды. Менің факультетім ақпараттық технологиялар және компьютерлік ғылымдар. Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде компьютерлік ғылымдарды оқып жатырмын. Мен қазуды таңдадым, себебі бұл өте жақсы университет, белсенді әрі ынталы қауымдастығы бар. Сондай-ақ керемет командасымен ерекшеленеді. Мұндағы білім беру сапасы өте жоғары. Бұл жердегі адамдар өте жылы жүзді және қонақжай. Жалпы алғанда мен Қазақстанды өте жақсы көремін. Қазақстан шынымен де керемет ел. Адамдары мейірімді, бүкіл орта өте жақсы. Олар басқа адамдарға қатысты ешқандай алдын ала теріс пікір білдірмейді. Шетелдіктерді өз адамдарындай қабылдап, жақсы қарым-қатынас жасайды. Бұл маған қатты ұнайды. Қазудың кампусы өте керемет. Ол өте үлкен. Бізде қажетті ресурстар жеткілікті. Кітапханасы тамаша.
Әр факультет жақсы ұйымдастырылған. Мұнда ұстаздар өте мықты. Біздің сабақтар ағылшын тілінде өтеді. Сондықтан біз пәндерді ағылшын тілінде оқимыз. Бұл өте үлкен мүмкіндік. Менің ойымша, қазудың рейтингі ең жоғарылардың қатарында. Бұл Қазақстандағы бірінші немесе екінші ең жақсы университет болуы мүмкін. Мұнда студенттердің үлкен қауымдастығы бар. Студенттер саны өте көп. Университет пен кампус өте ауқымды. Ал оқуымыздың ағылшын тілінде жүргізілуі бізге әлемдік деңгейде бәсекеге қабілетті болуға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда бізде 5700-ден астам шетелдік студенттер біздің кампуста оқып жатыр. Филиалдарымызды қоссақ, 7000-нан астам студентіміз болады шетелдік. Олар бізде қазір таңда 50-ден астам мемлекеттерден келіп оқып жатыр. Көбісі Қытай мемлекетінен, Индия мемлекетінен және Түркменстан. Дронды құрастыру орталығы қазір жасалу үстінде, келісімшарт бар. Жаңағы екі жақты, ол жерде үлкен жаңағы шетелден инвестиция тартылып жатыр. Одан бөлік жаңағы мына білім беру екеуі бірге қос жүру керек деп есептейміз. Сол үшін бұл мынау дрондары бойынша, жаңағы БПЛА дейміз ғой, ұшқышсыз аппараттардың операторларын, инженерлерін, тағы басқа мамандарын дайындайтын білім беру бағдарламалары және қысқа мерзімді курстар беру, жаңағыдай сабақ беретін орталығы ашылды. Ол орталықты 1 ақпаннан бастап бұл білім беру бағдарламалары жүзеге асырып бастайды. Робототехника, бізде қазір бір емес 2 робототехника орталығы бар. Біреуі жаңағындай Кука неміс компаниясының роботтар негізінде жасалған, екіншісі жаңағындай Қытай компаниясының негізінде жасалған. Ол жерде жаңағындай жасанды интеллект, автоматтандыру, тағы да басқа осы салалар бойынша мамандарды дайындаймыз, және қазірдің өзінде ол мамандар қазір жұмыс істеп жатыр. Астана Моторс, Hyundai Motors деген сияқты компанияларда қазір жұмыс істеп жатыр. Бұл көптеп адам оқытқан сайын, мына өндірістегі мына компаниялар осы технологияны өздеріне ендіреді деген сенімдеміз.